Еліміздегі ең ірі бөдене шаруашылығы Жетісу облысында орналасқан. Тәулігіне 30 мың жұмыртқа және 30 келі бөдене етін өндіретін кәсіпорын құс азығын сырттан сатып алуға мәжбүр. Салдарынан шығарылған өнім бағасы да қымбатқа соғуда. Шаруашылық құрама жемді өздері өндіру үшін суармалы жер қажет. Кәсіп тиімді болғанымен машақаты көп. Өңірдегі тілшіміз Қуаныш Қанатұлы жалғайды. Мына кішкентай ғана балапан ғана жұмыртқаны жарып шықты. Ал 40-50 күннен кейін өздері де жұмыртқалайтындай жағдайға жетеді екен. Ал ол үшін оның жемі дұрыс болу керек. Балапандардың өсіп жетілуі оған берілетін азығына тікелей байланысты. Соя, бидай, жүгерімен қоса есептегенде құрама жемге 20 түрлі қоспа қосады. Құстардың сапалы жұмыртқа беруде азыққа келіп тіреледі дейді шаруашылық технологы. Оларға жемді сала беру керек. Жейтін жемін жейді олар, сонда жұмыртқа береді. Егер жемдері жетпесе, нормамен сала берсеңіз, ол неден жұмыртқа береді сонда? Сосын жемін құрамын дұрыс болу керек. Сонда жұмыртқаны береді деген айтатым сол. Бөдененің еті мен жұмыртқасы түрлі дерттің алдын алып, иммунитетті көтеретіні ғылыми дәлелденген. Сондықтан шаруашылық өнімі үнемі сұраныста. Кәсіпорын құс азығын өзі өндіретін болса, өнімнің өзіндік құны арзандап, құс басын едәуір көбейтуге мүмкіндік туады. Суармалы жерлер болса, осы сояны өсіретін. Жарайды, бидайды осы өндірушіден аламыз. Нені кукурузаны осы жергілікті өндірушілерден алсақ. Бірақ сояны негізі алып жатырмыз, бірақ қымбат түсіп жатыр бізге. Жергілікті билік бұл шаруашылық жер алуға өтініш білдірмегенін айтады. Мәселе тек ауызша көтерілген. Байқауға қатысса, қажет жерін заң жүзінде алуына болады дейді жер қатынастар бөлімінің басшысы. Мемлекет тарапындағы бос жерлерді суғармалы конкурсқа шығарамыз. 48-де 1 бапқа сәйкес. Сол жерге құжаттарын толықтырып, өтініш білдіріп, жер алу мүмкіндіктері бар. Шаруашылық құстың санын 100 мыңға жеткізіп, тәулігіне 30 мың дана жұмыртқа өндіреді. Бөдене балапанында өз инкубаторында баптап шығарады. Құс басын тағы өсіреміз деген жоспармен қосымша қоражай да салуға кіріскен. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы.